Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 20 минутта дайын болатын, жұмсақ болып шығатын рулет жасайтын боламыз. Үйдегі бар азық-түлікпен тез, оңай жасалады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепті өткізіп алмас үшін. Ең алдымен ыдысымыз құрғақ болу керек. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксердің көмегімен осылай араластыратын боламыз. 2 есе үлкейгенше, сосын сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырамыз. Алдын ала иленген ұнымызға 1 шай қасық разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып, жұмыртқалы массаның үстіне қосамыз. Лопатаның көмегімен жақсылап араластырамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. 180 градуста 20 минут, 20-25 минут пісіреміз. Піскенін таяқшаның көмегімен білеміз. Таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Бисквитіміз ыстық кезінде осы сүлгінің көмегімен орап қоямыз, чтобы формасы шығу керек. Жарты банка варенкамызға 100 грамм қаймағымызды қосып, жақсылап араластырып, рулеттің ортасына жағатын боламыз. Сіздер қалаған начинкаңызды қолдансаңыздар болады, джем, тұсап қолдансаңыздар болады. Осылай бар жағына жағып, рулетімізді орайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тез, оңай жасалады. Мен әсемдік үшін крем чиз қолдандым. Сіздер шоколад қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыздар. Тез әрі оңай жасалады, 20 минутта дайын болатын рулет. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепті бірінші болып көресіздер.